Шахтер Чемпиондар лигасындағы жорығын жалғастыруда. Ал талаш үшін, соның ішінде футбол сүйер қауым үшін тамыздың 22-сі ең бақытты күндердің бірі болды. Қазақстан Сербияны Алматы төрінде тізерлеткен матч есіңізде ме? Дәл сол бір күндегі жанды тебіренткен сезім қайта оралып, іштегі желғызды оятып, әлде бір белгісіз алайда шытырманға толы болашақ әлеміне жетектеп әкетті. Не болды өзі? Шахтер Селтик тұтты ма? Қай Селтик әлгі каталондықтарды тоқтатқан шотландиялықтар ма? Түсінбе өңбе деген ой сап ете түсті сол сәтте. Сөйтсе расында да кеншілер азуын айға білеген Еуропаның маңдай алды командасын ұтқан екен. Бірақ қуануға әлі ерте. Шахтер тамыздың 28 күні Селтик парк алаңында қарымта матч өткізеді. Ал әзірше Астана төрінде өткен матчты тағы бір тамашалап көрсек. Еуропа футболы шығыс пен батыстың арасын жалғады. Қарағандылық Шахтер өз тарихындағы жаңа парақшасын ашты. Ата-бабаларымыз мирас етіп қалдырған ұлан-ғайыр алқапқа дүбірлеп үлкен футбол келе жатыр. Кәрі құрлыққа бейтаныс Қарағанды қаласының шағын ғана клубы туралы бүкіл Еуропа жарысы айтуда. Бүгінгі таңда барша әлемге танымал ұлы командалардың жеңісті жолдары дәл осылай басталған. Мемлекетіміз 1991 жылы тәуелсіздік алғанда Қарағандылық Шахтер командасы 3-ші дивизионда өнер көрсеткен. Мінекей, арада 22 жыл өткенде кеншілер командасы Чемпиондар лигасының табалдырығын аттағалы тұр. Ұзақ жолда командамен бірге болып, бір қадам алыс кетпеген ойыншылар да бар. Клубымыз қаржы жағынан қиындық көріп, тарап кете жаздаған кезеңдерде болды. Әсіресе кеңес одағы құлдыраған шақта Сергелденге салындық. Облыс басшылығы көмекке келіп, қолдау көрсеткеніне рахмет айтам. Бүгінгі деңгейге көтерілуіміз осы қолдаудың арқасы. Қарағанды қаласы Сарыарқаның төсінде Еуразияның кіндігінде орналасқан. Шахтер командасының атауы осында қызмет ететін кеншілердің құрметіне қойылған. Кеншілер көмір қазып әлек, футболшылар Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне жолдау алуды армандайды. Бас бапкер Виктор Комуков үлкен жұмыс атқарды. Себебі футбол деңгейі бойынша 3-ші елдер қатарына жататын Қазақстанда чемпион команданы жасақтап шығу қиямет қайым. Ел біріншілігін әзірше ысырып қойып, Еуропаға жолдама алуды армандайтын бапкер болашаққа үлкен үмітпен қарайды. Футбол әлемінде қазақ елі аса танымал емес, әзірше айтарлықтай беделіміз де жоқ. Сондықтан қиындықтарды қарсы алдымыздан шығып тұрады. Бірақ еңбектеніп намысқа тырыссақ, мықты ойыншылар да бізге тартылар. Әрине, легионерлерге ауыр жүк арта алмайсың. Дегенмен қазақтың намысы үшін аянбай доп теуіп жүрген колумбиялық Роджер Каньяс мұнда ойнап жүргеніне дән риза. Мен өзім саяхаттағанды жақсы көрем. Футболдың арқасында талай елді, көптеген жерді көрдім. Үйді аса сағынбаймын. Себебі мемлекеттерді аралап, футбол философиясына терең бойлауды місе тұтам. Чемпиондар лигасының рухын сезіну кез келген футболшының арманы. Сондықтан Қарағандыда ойнап жүргеніме өте қуаныштымын. Өкінішке қарай қарағандылық команда футбол алпауыттарына стадионын көрсете алмайды. Өз алаңдағы матчтарын кеншілер 220 шақырым қашықтықтағы елордамыз Астанада өткізеді. Тағдырдың жазуымен Шахтерге шалғайдағы қарсылас түсті. Сонау шотландиялық Селтик командасы Астанаға жету үшін 5000 шақырым жол еңсерді. Мұнда таңғалған кельттер ұрпағы мықты қарсыласқа тап болды. Жанкүйерлерде кез келген еуропалық клубтардың фанаттарына дес бермейді. Ойынның 12-ші минутында Шахтер капитаны Андрей Финонченко есепті ашты. Командасын үздіксіз талмай қолдаған жанкүйерлердің арқасы қозды. Виктор Комуковтың нұсқауын мүлкісіз орындаған ойыншылар жеңіске ұмтылды. Нил Леннон шәкірттері болса керісінше құлазып, жасып қалды. Крис Коман соңтайлы сәтін пайдалана алмай, артынша Шахтер есепте еселеді. Соңғы кездері тамаша ойынымен көзге түсіп жүрген Сергей Хижниченко атына тағы бір гол жазды. 2-0 Шахтер қарымта ойынға дайындалуда. Кіндік қаным Қарағандыда тамған, сондықтан мен үшін бұл ерекше сәт. Саналы ғұмырымды кеншілер қаласында өткізгеннен кейін Чемпиондар лигасына өту мен үшін өте маңызды. Гимн шырқалған сәтте денем түршігіп, ерекше ләззатқа бөленем. Сондықтан абыройды айрандай төгіп алмау үшін бар күш-жігерімді салам. Қазақстан УЕФА Чемпиондар лигасында өнер көрсететін ең шығысқа жақын ел. Шахтерге кәрі құрлықтың ең бәсі биік футбол турнирінде өнер көрсетудің сәті туып тұр.